Колония Дигнидад тарихи фильмі Чилидегі Даниэль есімді неміс журналистің басынан өткен сұрапыл оқиғалары туралы айтып беретін боламын. Фильм шынайы оқиғаға негізделген. Стюардесса Лена Чилиге жиі келеді. Оның сүйіктісі Даниэль фрилансер суретшісі, фотограф және ел президенті Сальвадор Алендені қолдайтын азаматтық белсенді. Чили еліне келген ұшқыш пен стюардессалар жұмысын аяқтап көлікпен келе жатқанында кенеттен көлік тоқтап қалады. Бұл елде инфляция, азық-түлік тапшылығынан ереуілге шыққандар арасынан Лена өзінің сүйікті жігітін көріп қалады. Қыз қасындағыларға 14 күннен кейін кездесетінін айтып, көліктен түсіп қалады. Жігіт қызды көріп таң қалып қалады. Жігіт үйіне апарып, қызбен біраз уақыт өткізеді. Даниэль қызды белсенділер қатарына қосады. Америкаға тізе бүкпеуін, өздерін күйретпеуін, өз өмірлерін басып алмауын, бір-бірлерін қолдайтынын айтып, белсенді болады. Даниэль идеяларын плакатқа түсіріп, суреттерін салып беріп жүрді. Даниэль ортаға шақырып, өз ойын айтуды ұсынды. Өзінің Чилиге келгеніне 4 ай болғанын, өзінің үй екенін айтып, халыққа керегі бірлік екенін, байлардың өз халқының қасіретінен пайда көруіне жол беруге болмайтынын айтып, президент Сальвадор Аленаның суретін көрсетеді. Қызының 2 күннен кейін кететініне сенбей, қызға қалуын сұрайды. Бұл жерде қала алмайтынын, өзімен бірге қайтуын сұрайды жігіттен. Кенеттен телефоны шырылдайды. Августо Пиночеттің қолбасшылығымен әйгілі әскери төңкеріс басталғанын, Аленденің жақтастарын қамауға алғанын, өзінің университетте плакаттарын тапқанын естіп, да келе жатқанын айтады. Қызына қашу керектігін айтады. Жігіт болып жатқан жайттарды суретке түсіріп жатқанын көріп, камераны беруін сұрайды. Камераға түсірген үшін жігітті ұрып, өздерімен бірге алып кетеді. Шетел азаматы екенін айтса да ұрып шығады. Өздерін қатарға тұруын, қолдарын көтеріп тұруын айтады. Чили елінде қалпына келтіру заңымен, бұйрығымен, қателікпен ұсталған адамдарды босататынын айтып, уәде береді. Сарбаздарға кім қолын төмен түсірсе, сөйлесе атуға бұйрық бергенін айтады. Барлығын стадион ішіне кіргізіп, вертолетпен капитан беті жабылған жігіттен Аленденің жақтастарын көрсетуін сұрайды. Даниэль плакатқа сурет салып беруші екенін айтады. Даниэльді жеке машинаға салып алып кетеді. Қалған адамдарды Ленаны босатады. Лена жігіттің үйіне келгенде үй ішін тексеріп шашып кеткенін көреді. Жігітті қолын, аяғын байлап, өзінің серіктестері кім екенін, жігіт өзінің серіктестері жоқ екенін, өзінің неміс екенін айтады. Оның айтқандарына сенбей жігітті қинай бастайды. Қыз Алендені қолдап жүрген жігіттерге келіп, Даниэльді машинаға салып алып кеткенін айтады. Жедел жәрдем машинасы ұқсайтынын айтады. Бұл машина өздеріне таныс екенін, ол оңтүстік жақ сыртқы әлемнен толық оқшауланған Пиночеттің әскерлері сол жаққа кінәлілерді жіберіп отыратынын айтады. Лена ол жердің қандай екенін сұрап, Колония Дигнидад екенін айтады. Қыз жігітін шығарып алуға көмектесуін сұрайды. Даниэльге көмектесе алмайтынын, өздерінің кететіндерін айтады. Даниэльді қорлап жауап ала алмайды. Дигнидад уағызшысы Шефер өзіне алып кетеді. Лена Колония Дигнидад қандай жер екенін білгісі келіп, ақпарат жинай бастайды. Неміс анклавы 1961 жылы Вермахтың бұрынғы сарбазы Пол Шефер басқаратын қарапайым қайырымдылық ұйымына ұқсайтынын, бірақ шын мәнінде бәрі әлде қайда жұмбақ және қорқынышты екенін айтады. Дигнидадқа жету оңай екенін, кері жол жоқ екенін айтады. Лена оны құтқаруды шешеді. Өзінің сүйіктісі үшін ол бәрін жасауға дайын болды. Жігітінің қорқынышты түрмеде жатқанын біліп, Лена қорқынышты колонияның қақпасынан өз еркімен кіреді. Ленаның заттарын өздері алып қалады. Баланың жылап шыққанын көріп түсінбей қалады. Өзінің келесі екенін,
пиямен кездесетінін айтады. Ол өзінің дін жолына келгенін, осында жұмыс істегісі келетінін айтады. Шефер өзінің кім екенін сұрайды. Лена уағызшы, қайырымды дінтанушы екенін айтады. Ленаға халатын шешуін, рубашкасының алдын ашуын сұрайды. Ленадан бұл жерге неге келгенін, Лена өзі үшін келгенін, өзіне керек екенін айтып, колонияға қабылданады. Әйелдер, еркектер, балалар бөлек өмір сүретінін айтады. Қызға өзінің жатын орнын көрсетеді. Қорапта өзіне керек заттары бар екенін, кеудесін байлауын, аяғындағы туфлиді шешіп тастауын айтады. Ленаны қасындағылармен таныстырады. Әр кеш сайын дәрі беріп отырды. Колонияның екінші күні әйелдер жұмысқа шықты. Әйелді Даниэльді медбике көріп, оның енді жақсы болып кететініне күмәнмен қарайды. Басынан жарақат алса, өздеріне жарамай қалатынын айтады. Лена картошка теріп жүріп, басы айналып құлап қалады. Өзінің ұрмауын, су ішкісі келетінін айтады. Кешке дейін су таусылса, өзіне таяқ жейтінін, өзімен бірге шелекті ала келетінін айтады. Колонияның 9-шы күні әйелдерді әйелдер залына келуін сұрайды. Әйелдер мен еркектерге уағыз айтып, өлген адамның тұруын сұрайды. Барлық адам Шеферді құдай деп санады. Шеферді басшылығы сөзсіз болды. Діни отаршылар оны 300-інде пұтқа айналдырды. 37-ші күні Даниэль өзін ақымақ ретінде көрсетеді. Оған Ганс деген есім береді. Оған жеңіл жұмыс беруін сұрайды. Әйелдер егін алқабында жұмыс істеді. Даниэль өзін ақымақ ретінде көрсетіп жүрді. Ленаны шақырып алып, басында қиын болатынын, сосын үйренісіп кететінін, өзіне ұнайтынын, барлығы ұнататынын, соның ішінде Дораға қатты ұнайтынын айтады. Жақында күйеуге шығатынын айтып, жұмысқа кірісуін айтады. Даниэль қасындағы адамы жоқтығын пайдаланып, жабық тұрған есікті ашып, өзінің камерасын көреді. Артынан адамы келіп, Даниэльді ұстап алады. Өзінің ақымақ ретінде ұстап, құтылып кетеді. Түнде келіп, Дораны алып кетеді. Қыз артынан аңдып шығады. Лена терезеден баланың ән салғанын, Дораның ішіндегі шайтаны бар екенін айтып, өлеңнің көмектеспегені, оны күйеуге кім алатынын айтып мазақ қылады. Лена Даниэльді көріп қалады. Диттер деген жігіт сасық сиырға не дер едің деп сұрақ қояды. Диттер олары сасып тұр деп оны ортаға шығарады. Ол қызды ұрып, оның ішіндегі әлі шайтан бар екенін айтып, барлық еркек ұрып жатқанында Ленаны көріп қалады. Лена тез орнына жатып үлгереді. Шефер өзі келіп тексереді. Ол әйелді ұрады, есікті ашық қалдырған үшін. 38-ші күні Дораның аяқ асты ауырып қалғанын хабарлайды. Лена әйелдің ізін аңдып, Дораның жағдайын қалай екенін, оның ауыр халде екенін айтады. Ол кеше не болғанын сұрайды. Ол жерде еркектер жиналысы екенін, ол жерге қалай түсетінін сұрайды. Лена шөп оруға шығады. Түскі ас уақытында сигнал беріледі. Лена сол уақытты пайдаланып суға түсіп алады. Даниэльді жігіттер жиналысына шақырады. Даниэль тығылып қалады. Лена өзінің суға түскенін айтып, осы жиналысқа қатысады. Даниэльді көру үшін. Шефер өзінің лас сасық екенін айтып, қызды ұрады. Даниэль қашқысы келіп, шартақтан өте бергенде сигнал береді. Қызға барлығы келіп ұра бастағанда сигналды естиді. Барлығы көлікке мініп, қаруларын ала бастайды. Даниэль әрі қарай шартаққа мініп қашқысы келеді, бірақ тоқ ұрып талып қалады. Барлығы келіп Даниэль екенін көріп, ақымақ екенін біледі. 130-ші күні балаларды шешіндіріп, өлеңін айтқызады. Алдағы 3 баланы душқа апарып, өз ісін тындырады. Әйелдер мен еркектерді әдемі киіндіріп, осы жерде өздерін жақсы сезініп, жағдайлары жасалғаны ретінде киіндіріп, президентті күтіп алуға шығады. Лена президентті күту кортежінде жігітін көріп,
Даниэль қыздың қолын қысып ұстап алады. Лена жігітке ішінде екеуінің суреті бар крестик алқасын береді. Шефер президентке мылтық сыйлайды. Түпнұсқасы болмаса да, ол түпнұсқадан кем емес екенін, осы мылтықтан жылдың аяғына дейін 500 мың шығарып беруін сұрайды президент. Газонға әртүрлі тәжірибе жасауға көмектесуін сұрайды. Шефер иттері дайын екенін айтады. Ол тәжірибеге жануарлар емес адамдар керегін айтады. Даниэль есін жоғалтқан ақмақ ретінде өзін көрсетіп жүреді. Шефер Даниэльді әртүрлі тәжірибеге жасалатын құлдардың бірі қылып қояды. Шефер Даниэльді көріп дайын екенін айтады. Әр түні жатар алдында ұйықтататын дәрі береді. Бүгінгі түнгі кезекшілікке Даниэль өзінің тұрғысы келетінін айтады. Даниэль Ленамен кездесіп, қызды да алып кетіп осы жерге әкелді деп ойлады. Қыз өзі келгенін, өзінің ізінен келгенін айтады. Шефер еркек, әйелдер бөлек, балалар бөлек жатқызатынын, балаларды дүниеге келе сала бөлек алып кететінін, балалар ата-анасын танымайтынын айтады. Қыз осының бәрін қайдан білетінін сұрап, ақмақ екенін біліп, өзінің көзінше осындай әңгімелер қозғалатынын айтады. Өздерінің қаша алмайтынын, жан-жағы қоршалғанын, олардың қарулары бар екенін айтады. Даниэль өзінің қашпақ болғанын, қоршауда сигнал тоқ барын айтып, Лена сол сәтте ерлер жиналысында жігітті көру үшін барғанын айтып жатқанда, Даниэль аяқ астында бос дыбысты естіп, ашып қараса қақпақтың тұрғанын, ол жерастыға апаратынын көреді. Даниэль ішін тексеріп жатқанда алдынан носилкаға салған адамды көріп тығылып қалады. Қыз өзіне адам келе жатқанын көріп, жертөленің қақпағын жауып қояды. Лена қайту керектігін айтып, Ленаны алып кетеді. Даниэль жертөленің ішін қарап, адамдарға әртүрлі тәжірибе жасалатын орын екенін көріп, өзінің қинаған жерін көріп, есіне алып, аппаратының бәрін құртады. 131-ші күні Ленаны Шефердің шақырғанын айтып, хабарлайды. Қасындағылардан қанша минутта келгенін сұрап, оның 7 минутта келгенін, таза болсаң 5 минутта келу керегін айтып, қасына шақырып алады. Ленаға Урсула деген қызды аңдуын сұрайды. Оның істеп жүрген барлығын өзіне айтуын сұрайды. Урсулаға Ленаны аңдуын айтады. Урсула Ленаның қасына келіп, өзіне көмектескісі келетінін, Урсулаға осы жерде қалай өмір сүретінін сұрайды. Бұл жерге 9 жасынан бастап келгенін, өзінің анасы Гизена екенін айтады. Даниэльді тексеріп, қан алуын сұрайды. Ертең анализдердің қорытындысынан кейін тәжірибе жасайтынын айтады. Урсула Даниэльдің киімін алып жатқанында қалтасынан алқаның түскенін көріп, екеуінің суретін көріп қалады. Жігіт қызға жертөленің іші лабиринт екенін, олардың ішінде свет, желдеткіш барын, оның жабық екенін, сол есіктің колониядан шығатынын айтады. Келесі бір есік жұмыс істейтін шеберханасына апаратынын айтады. Жертөле барлық колония біріктіретінін, Шеферден басқа бірнеше адам білетінін айтады. Жер астында шынайы құпиялар бар екенін, бұл жертөлені ешкім білмейтінін, бүгін қашу керектігін айтады. Ертең өзіне улы газға сынақ жасалатынын айтады. Өзінің ертең кешке дейін өмір сүре алмайтынын, Даниэльге қызға жертөледегі суреттерді береді. Өзі шыға алмай қалған жағдайда қызға осы суреттермен осы жерде не болып жатқанын айтатынын, қыз өздерінің осы жерден аман шыққанын қалады. Қыз ашуланып, осы жерге қалай түскенін айтып, сол кезде суретке түсірмегенде ол жерде болмағанын айтады. Жігіт 2-3 суретпен бұл адамдарды тоқтатуын айтады. Лена халықты ойлап жүргенде өздерін атып тастайтынын айтады. Кенеттен көлік келіп, жігітті жертөлеге жіберіп, орнына отыра бергенде, түсіп қалған суретті көріп, шелектің астына тығып қояды. Гизена Ленаның қасына Урсуланы әкеліп қосады. Лена бұл жерге неге келгенін, Шефердің Ленаға өзінің аңдуын айтқанын, өзіне де Ленаны аңдуын айтады. Шеферге бұл жердің неге керек екенін сұрайды.
билік, ән, ер балалар оның бұл жерде жәннатты екенін айтады. Жігітімен кездесе алғанын, крестиктің ішінде суреттерін көргенін, жігіттің ақымақ емес екенін айтады. Ленаға қашу жоспарын ұйымдастырып жатырғанын сұрайды. Өзінің екіқабат екенін, оны білсе баланы өзінің өлтіретінін айтады. Лена таң қалып, оның әкесі кім екенін сұрайды. Ол жігітті ауруханада қарағанын, қазір ол жігіт өліп қалғанын айтады. Гезена ұмытып кеткен пышағын әкеліп береді. Екеуін сөйлесе отырмауы үшін бөлек отыруын айтады. Шелегін көтере бергенде суретті көріп қалады. Шефер бұл суретті қайдан алғанын сұрайды. Оны тауып алғанын айтады. Даниэль бұл суретті өзінікі екенін айтып, бұл суретті қайдан алғанын сұрап, шеберханада жұмыс істейтін Берг деген адамнан алғанын, құлағына шеберханада орналасқан жерін айтады. Даниэль қызды қорғау үшін суреттерді Бергтің қызыл кітапшасының ішіне салып қояды. Қызға кете беруін айтады. Лена өз жатын бөлмесіне апара жатқанда, Даниэль өзінің күтіп тұрғанын көрсетеді. Гезена есігін ашуға барғанда, Ленаның жоқ екенін көріп, іздей бастағанда, Лена оны таяқпен ұрып, қашып кетеді. Шефер Даниэльдің ісі екенін біліп қояды. Дабыл қағып, оларды іздей бастайды. Лена Урсуласыз қашпайтынын айтып, картоп ашып отырған жерінен оған қашатынын айтады. Олар жер астымен қаша бастайды. Олар темір есікті ашып, қаша бастайды. Ол жерден суды көреді. Судың ішінен сыртқа шығатын есікті көреді. Даниэльдің жатын орнын итпен тексере бастайды. Даниэль матрасты кесіп, дәрілерді салып отырған. Урсула өзінің жүзе алмайтынын айтады. Ленаға бірінші баруын, артынша өзі баратынын айтады. Гезена Урсуланы іздей бастайды. Урсула да суға түсіп, қашуға тырысады. Кенеттен есікке аяғы қыстырылып қалады. Даниэль түсіп, Урсуланы құтқарып алады. 132-ші күні жертөленің астынан өтіп, колонияның сыртынан шығады. Урсула өзінің құтқарғанына сенбей, Ленаға рахметін айтады. Урсула бірінші жүріп қаша бастағанында колонияның құрған қақпанына түсіп қалады. Даниэль мен Лена жолдан көлік тоқтатып жолға шығады. Қызға өздерін қашып құтылғандарын айтып, Даниэльге Урсуланың екіқабат екенін айтады. Болған жағдайға қыздың кінәсі жоқ екенін айтады. Чилидегі елшілікке келіп, өздерінің түсірген суретін көрсетеді. Өздеріне таза киім мен паспорттарын әкеліп береді. Бүгінге орын жоқ екенін, келесі жетіге бар екенін айтып, олар ұзақ күте алмайтынын айтады. Лена бүгін қандай күн екенін сұрап, өздеріне мүмкіндік барын айтады. Ол өзінің коллегасы ұшқыш Романға звондайды. Оның бүгінгі рейсте екенін айтып, қуанып қалады. Хатшысы олардың кетіп бара жатқанын айтады телефонмен. Кандидаттың Чилиде ықпалы жоғары екенін, әуежайда күтіп тұруы мүмкін екенін, өзінің дипломатиялық мәртебесі бар екенін, шекарадан өтуді жеңілдететінін айтып, өзінің әуежайға апарып тастауын айтады. Лена жігіттің суреттерді алғанын сұрайды. Даниэль ол суреттің іште қалғанын айтып, Лена суретті ішінен алып кетеді. Лена терезені қарап әуежайға келгенін көреді, бірақ көлік тоқтамайды. Өздерінің қайда бара жатқанын сұрайды. Жер астымен ешкім көрмейтін жермен өтетінін айтып, оларды әуежайдағы кабинетке кіргізеді. Оларға отырғызып жатқанда келетінін айтып кетеді. Лена күдіктене бастайды. Лена терезені ашып қарағанда, олардың келгенін көреді. Елшіліктегі адамдардың алдағанын біліп қояды. Екеуі терезе арқылы қашып кетеді. Терезеден өздері отыратын ұшақты көріп, соған баратынын айтып жатқанда, артынан Шефер бөтен терезеден қарап тұрады. Даниэль бетіне түкіріп кетіп қалады. Екеуі ол ұшаққа жете алмайтынын біліп, жүк таситын көлікпен қашады. Ұшқыш Ленаны көріп қалады. Оларға есікті ашуын айтады. Лена Даниэль ішіне кіріп, есігін жауып үлгереді. Шефер диспетчерге ұшпауын айтады. Даниэль Ленаға қарыздар екенін айтып, ұшқышқа ұшпау керек екенін айтады. Ұшқыш Ленаны шақырып, олар ұшпауға бұйрық бергенін айтады. Лена Романға ұшу керек екенін айтып, Роман ешкімді тыңдамай ұшып кетеді.